Өңірдегі балабақшалар мен мектептер штаттық режимде жұмыс істейтін болды. Облыстың бас санитариялық дәрігері 28 тамыздан бастап күшіне енетін қаулыға қол қойды. Бұл негізінен жаңа оқу жылындағы оқу орындарының жұмысымен байланысты. Сонымен қатар онлайн брифингте облыстағы эпидахуал жайлы да сөз болды. Медициналық мамандар 1,5 айдың ішінде ковидтен көз жұмғандардың саны артқанын айтып отыр. Сонымен қатар стационарларда емделіп жатқандардың көбінің жағдайы ауыр дейді. Биыл барлық оқу орындары санитарлық нормаларды сақтай отырып штаттық режимде жұмыс істейтін болады. Бұл туралы брифингте санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Арман Күшбасов мәлімдеді. Енді балабақшаларда кезекші топтар болмайды. Бұл ретте педагогтар мен қызметкерлер толық вакцинациялануы тиіс. Сонымен қатар сыныпта немесе топта COVID-19 ауруының бір жағдай тіркелген жағдайда барлық балалар 2 апталық үй карантиніне кетеді. В каждом учебном учреждении Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие процесі санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып ұйымдастырылады. Бұл барлық қызметкерлер мен тәрбиеленушілердің күнделікті кіру сүзгісінен термометриядан өтуі, санитайзерлерді қолдану, ылғалды жинау, жиһаздың үстін қабырғаларды дезинфекциялау, тұтқаларды, таяныштарды өңдеу, педагог пен персоналға арналған маскалық режим, сондай-ақ ашық қосымшасын пайдалану. Балалардың ата-аналарына ғимаратқа кіруге жол берілмейді. Өзгерістер колледждер мен жоғарғы оқу орындары студенттеріне де қатысты болады. Жатақханаларға тек вакцинацияланған студенттер ғана орналасады. Колледжде немесе университетте коронавирустық инфекция ауруы расталған жағдайда бүкіл топ карантинге жіберіледі. Жалпы соңғы тәулікте облыста коронавирус инфекциясымен аурудың 169 жаңа жағдайы тіркелді. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Нұрлан Аймановтың айтуынша, тәуліктік емдеуге жатқызу саны бұрынғысынша жоғары. 60-90 адам жатқызылады. Бүгінде инфекциялық стационарларда 707 науқас жатыр. Из 707 госпитализированных пациентов Стационардағы 707 адамның 112-сі ауыр, 75 адам реанимацияда, 37 адам қарқынды терапия палатасында, 16 адам өте ауыр жағдайда. Ауруханаға жатқызылған барлық 396 адамға тұрақты түрде оттегі баллоны қажет. Олар қазірдің өзіне ауыр науқастар. Жалпы ауырғандардың шамамен 72%-ның жағдайы ауыр деп айтуға болады. Айта кету керек, шілде айының ортасынан бастап аймақта коронавирустан 87 адам қайтыс болды. Қазіргі таңда індеттен қайтыс болғандардың саны 130-ға жетті. Оның екеуі вакцинаның толық курсынан өткендер. Жалпы вакцинаның екінші компонентімен егілген 190-836 адамның 931-і коронавирус жұқтырған. Негізгі бөлігі симптомсыз ауырып жатыр. Индира Ахатқызы, Анастасия Драняк, Райымбек Бекхожаев, жаңалықтар қызметі.